بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah Teala hamsanalar, maqtovlar olsun. Bizlerge Müslüman etip yaratganda yüreğimizge iman şuağın sürgenine özünün tarzlarının orada olsunda mümkünlikleri yarat bergende odan başka da biz bilmeyitin sansız nimetlerine Allah Teala'ya şükürler olsun. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ana ahl beytlerine kıymet kişilik olan barşa salih ümmetlerine Allah'ın selamı ve mağfiratı olmayı. Allah Teala kançalıklı şükürler aytsak, kançalıklı maqtovlar aytsak, o değil şokta çok olur. Bizde her daim, her isinde kaycerde olmasın, kanday küyde olmasın. Kudayga, yaratgan iyemizge şükürçülük aytıp жүрүү, o Müslümanların mendiyeti olsun. Ondan da әдісімізді Allah Teala hayırlı etsin. Bergen nimetlerimizden de sana şükürlerimizi Allah Teala kabul etsin. Bugünkü tundaylı vaazlarımız bekletilgen Osman negizinde otanı süyü жайын болмақ. Отанды сүю бұл исламның негіздерінен деп те айта аламыз. Шында да ислам ол жат емес. Отанды сүю, оны жақсы көру, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламнан алдыңғы пайғамбарлардан қалған мирас деуіміз керек. Отан біздің қазақ тіліндегі отан араб тілінде şöbüne, havasına, beyinler kalan yetimlerden vatanı. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin iki vatanı, iki vatanı oldu, ikinci vatanı biri. Sol iki vatanı, iki vatanı hicret yasalan vaxtda енді ол кісі кеткенде кеткен жоқ әрине ол жерде туылды, өсті, ер жетті, үйленді, бала шаға көрді. Бірақ сондай өзі туып өскен жерінен, өз ағайынның ортасынан кетуіне мәжбүр. Алланың бұйрығымен әрине Алла әмір етіп көшіп кетіп хижрат жасады. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям сол Меккеден hicret жасап көшіп бара жатып, қайырласу, қоштасу сәтінде былай деген. Мә атибаки мин беладин, мә ахаббаки илайя, валаула анна қауми ахраджуни минки, мә сәканту ғайрак. Sen de hiçbir kalamağın edilmemiz, seni de hiçbir kalanmen жақсы көрмейін. Бірақ қауым мына жерден шығарғаннан кейін кетіп бара жатыр. Егер шығармағанда, мен сенен басқа қалада өмір сүрмеген болар едім. Яғни Меккені пайғамбарымыз өте қатты жақсы көретіндігін өзі хижрат жасап бара жатқанда сәтінде Меккеге қарап осылай деп. Яғни мен үшін сендей әдемі
Еши атап. Осы бисмилlah деп бастағаннан кейін тұрып отырған деп айтасың. Яғни жеріміздің топырағында. Жалпы сол уақытта араб халықтарының әдеті бойынша егер сапарға шықса немесе үлкен бір соғыстарда жорықтарға шығатын болса, дұрыс топырақтарын қалталарына салып кетеді екен. Сағынғанда ескерулер олардың әдеті болған. Сонымен бауырын басады. Бұл мәселелердің барлығы, айтылған мәселенің барлығы шынында да адам баласы бір жерге үйреніп қалса, ол жерді қатты жақсы көреді. Имам Ғазалиді жалпы отан не деп сұрағанда отан жайлы былай деп анықтаған. Адам баласы бір жерге үйреніп қалса, егер адамдар бір жерде өмір сүріп үйреніп қалса, мейлі ол шөл дала болсын, немесе орман торғай болсын, ол бәрі сол жерді жақсы көріп болу, оның инстинктіне, яғни табиғи сезіміне сол жерге бауыр басып, қатты жақсы көріп қалады. Сол жақсы көру сезімі ұзақ сапардан қайтып кетіп, сол жерге келген уақытта жүрегінде үлкен бір рахат пайда болады. Егер ұзаққа кетіп қалса, келгісі келіп тұрады, тартып тұрады сол жерге жаңағы жеріне, отанына. Егер біреу тиісе қалса, сол жерді қорғауға тырысып қалады. Егер біреуіне келіп зиян жеткізсе, оған ашуланады деп анықтады. Отан деген осы. Яғни адам баласы үйренгенше, ол мені тас бола ма, ол орман бола ма, тоғай бола ма, жоғарыда шөл дала бола ма, қала бола ма, ол үшін де жақсы көріп тұрады. Ол жерге барғысы келіп, кім бұл жерге зиян тигізсе, ол қорғап, ашуланып тұрады. Отан деген осы. Ол бірақ пенденің сезімінде бар бір сезім. Кейде базы бауырларында айтады, Алладан басқаны жақсы көру болмайды. Дұрыс, Алладан басқаны, Расулын жақсы көруге басқаны жақсы жоқ, бірақ одан бөлекте жақсы көру бар сезім. Жақсы көру. Мысалы Пайғамбарымыз осы жақсы көруде мынандай бір хадис бар. Кана юхиббу Айша, Пайғамбарымыз Айшаны жақсы көреді. Юхиббу Абаха, әкесі Абу Бәкірді жақсы көреді. Юхиббу Усаманды жақсы көреді. Юхиббу Сибтайни, екі немересін жақсы көреді. Юхиббу Халва Хасан, Асия және Халваны жақсы көреді. Юхиббу Жабал Ухуд тауын жақсы көреді. Юхиббу Ватани, отанында өмір сүрген жерінде жақсы көреді деп яғни Алланы жақсы көруден бөлек те базы бір нәрсені жақсы көру, ол Аллаға сыйға қосу немесе шариғаттан тыс мәселе деп түсінуге яғни отанды сүюде ол біздің адамның ішкі дүниесі, ислам оған ешқашан қарсы емес. Пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мединеге барғаннан кейін де Мединені қатты жақсы көрді. Тіпті былай деп дұға жасады. Имам Муслимде де, Бұхариде де Аллахумма хаббиб илайна ал-Мадина ка хуббина Мәккеда ва-Машһад. Ей жаратқан Иеміз, мына Медина қаласын бізге жақсы көрсет. Дәл Меккені жақсы көргеннен де тыптыға жақсы көрсет. Сүйді бізге. Жақсы көрсет деген шында да бір жерге барғанда, бір жерде екінші жерге барғанда ол жерде жер сынып кету өте қиын. Одан тағы басында риуаяттар бар. Билал разияллаху
пайдалануды бір қанша жаңағы Меккеден тұрғызбай қуып жіберген мүшриктердің атын айтып қарғайды. Бізді жақсы дені болған қаламыздан қуып шығып, мына жерде ғұламасы бар. Өйткені Меккеден Мединеге көшіп барғанда көп сахабалардың денелері сарғайып, қарындар ісіп кете беретін болды. Ауасына қалыптасып. Соларды көбісі қайтадан Меккеге қайтқысы келеді. Бірақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан кейін қайтадан барлығы Меккені қайта жақсы көріп кетті. Өйткені дәл сол Мединені қанша жақсы көрген дегенден шығар. Мысалы Мекке фатих болған уақытта Саад ибн Аби Ваққас Меккеде ауырып қалды. Қатты дертке шалдырып, төсек жағып қалды. Елдің қасында сахабалар да, достары да, Пайғамбар сахабалар да қоштасып жатқан уақытта Саад ибн Аби Ваққас Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға мұңын айтады. Сонда да былай деп айтады. Яғни барлығы Мединеден Меккеге келді, фатих қылды, тауап жасады, Мекке Кабаны елдеріне қайтып Мединеге кетіп жатыр. Мен болса мына жерде қалып қойып бара жатырмын. Соған өкінемін. Соның несінің соңында жалғасында айтады. Малының бәрі қолай жолға арбай берсең, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көптік жасайды. Онда жарысын берейін, онда көптік жасайды, онда 1/3 берейін. Мен 1/3 болса мен бердім. Осы хадистің соңында осындай шариғаттың үкімін айтып береді. Яғни айтайын деп жатқаны, шынында да Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның арасынан кейін сахабалар Меккеден гөрі Мединені қатты жақсы көрді. Бірақ Мекке нашар болып қалды деген мәселе емес. Өйткені сахабалар сонда барды, ислам қанаты кең жайды, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дұға жасады, береке дарытты. Мекке фатих болғаннан кейін де қайтадан сахабалар да, Пайғамбар да, Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям да бәрі Мединеге қайтты. Ал Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өте қатты жақсы көреді Мединені. Ол кісі егер бұлар ұзаққа сапарға шығып кетсе, қайтып келе жатқан уақытта Мединенің төбесін көріп қалатын болса, өзінің ұшында Медине көрінсе, бұл түйесін қатты жүргізетін еді. Егер түйемес бармаса қашырдала аттама отыратын болса, оны да қатты шақырады еді. Неге десе, өйткені ол кісі Мединені қатты жақсы көреді. Тезірек сағынғанда адаммен тезірек барып көрішуді, қауышуды жақсы көрген секілді, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мединенің төбесін көрсе, ол тезірек шақырып, түйесін тезірек жүргізіп баратын еді. Оның бәрі ол Мединені қатты жақсы көрді. Ол жалпы пайғамбарлардың сүннетін қыламыз деп айтуға болады. Бізге де сол пайғамбардан қалған сүннетті бар. Егер де бір елде көшіп жатса, ол жердің суын ішіп құлшылығымыз жасауға мүмкіндік болып жатса, ол жерде жақсы дұға жасау, ол жерде жақсы көру, ол да біздің міндетіміз. Ол да пайғамбардан қалған бізге анау жақсы көру деген нәрсе не? Мен жақсы көрдім деген шектенсе болды ма? Осы сезіммен болса болды ма? Оған тағам деген сөз өтпесе, ислам ғалымдары жақсы көру деген сөз бірінші жақсы дұға жасау деген. Ей жарықтар, елімді аман қыл, жерімді аман қыл, жастарымды иманды инсан де, әрбірімізге ұзақ ғұмыр бер деген сияқты, бейбітшілік сол сияқты нәрселер дұға жасау. Ол пайғамбар. Мысалы үшін алдыңғы қазір мысалы үшін Меккені айтатын болсақ, ол Меккені салған кім? Ол Ибрахим алейхиссалам. Ибрахим алейхиссаламды
Mekke'ye берген берекенің екісі береке. Бірінші дұғасында жаратқан иеміз маған жақсы көрсін, біздерді жақсы көрсін деп айтқан болса, екінші дұғасында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол өзінің өмір сүріп жатқан Медине қаласын Меккеге берген берекенің екісі береке бере гөр деп дұға жасады. Осы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы дұғасында келіп жатқан нәрсені біздер де осы қалада өмір сүріп жатырмыз ба? Осы елде өмір сүріп жатырмыз ба? Осындай дұғалар болуымыз. Имам Муслимнің ең келген хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дұғасының екінші бір түрі былай деп кеткен. Аллахумма барик лана фи тамрина ва барик лана фи мадинатина. Ей жаратқан иеміз, біздің құрмамызға береке бере гөр, біздің қаламызға береке бере гөр. Ва барик лана фи са'ина ва барик лана фи муддина. Біздің таразымызға, өлшеулерімізге де береке бере гөр. Яғни сауда-саттығымызда береке болсын деген. Аллахумма инна Ибрахима абдука ва халилука ва набиюка. Ей жаратқан иеміз, расында Ибрахим сенің құлың, сенің досың, және сенің пайғамбарың. Ва инна абдука ва набиюка. Мен де сенің құлыңмын әрі пайғамбарың. Иннаху да'ака лил Макката. Расында ол Мекке жайында дұға жасады. Яғни Мекке қаласы салып болғаннан кейін Ибрахим алейхиссалам дұға жасады. Ва ана амурука ал-Мадината мисла ма да'a лил Макката мисlahu ма'a. Мен де Мединеге дұға жасап жатырмын. Ибрахим алейхиссалам Меккеге дұға жасағандай, және екі есе беруін тағы сұрайды. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям Мекке қаласын ұнатпағандықтан емес, пайғамбарлар Мекке қаласын дегенде өзі сонда болды. Бірақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Медине қаласына барғаннан кейін де, Медине қаласында өмір сүргеннен кейін, және Медине қаласына осылай деп дұға жасады. Бұл да пайғамбардан бізге қалған сөздер, осы жерде өмір сүріп жатырмыз ба, осы жерде құлшылық жасап жатырмыз ба, осы жердің саудасына да, халқына да, жеріне де, еліне де, барлығына бізде дұға жасап болуымыз пайғамбардан қалған сөз. Яғни Ибрахим алейхиссаламның дұғасымен барлығы білесіздер. Құранда да келеді. Ибрахим алейхиссалам айтады ғой, ей жаратқан иеміз, бұл қаланы бейбіт қала қылып, бұл қаланы бейбіт қала қылып, және ол қалаға жемістер берді. Ол Мекке қаласын көріп қандай жеміс бар? Ол жер таумен тас, қаратас, бәрі бар. Бірақ Ибрахим алейхиссалам жеміс-жидекпенен осы қаланы берекеледі. Шынында да ол Мекке қаласы Ибрахим алейхиссалам дұғасыменен әлемде, ол жерде емес, әлемде өсетін барлық жеміс-жидектердің барлығы сол Меккеге барсаңыз, өздеріңізді көріп жүрсіздер, барлық жеміс бар. Ол Ибрахим алейхиссалам қаласы. Және ең бейбіт қала ол Мекке қаласы. Сондықтан да ол жерге кірген адам амандықта болып, Алла субханаһу ва тағала және соның аяттың жалғасында я жақсы, Ибрахим сенің дұғаңды қабыл етті. Мен ол жердегі иман келтіргендердің бөлек кәпірлерге де бір қанша уақыт неғметтерге мүмкіндік жаратып береді. Ол жерде өмір сүрген кәпірлер де, мүшриктер де өмір сүріп, жақсы өмір сүріп тыныштықта, бірақ қияметте оларға ащы азап болады. Екіншіде, бұл жерде өмір сүргеннен кейін осы бірінші дұға болса, екіншісі сол жердегі халқымен жақсы болу. Егер өзің сол жерде өскен болса, онда туыстарымен жақсы болу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді.
aytdi: "Hada maqamul aidi min al-qati'ati." Endi bu tuğusluk degan söz ondan üzülüp kalınan, tuğusluktan aşağı kalınan ana sıraylı yer olsa koydu. Yani bence yerde her daim ağayından, tuğusundan, ortadan üzülüp kalınan ana sıraylı sorumluluğun mesele olsa koydu. Allah kalır Allah kalır koyana Al-Asilana Vasalaka Al-Qur'an Al-Qata'a. Sen razı emesin mi? Kimde sen ağayın düşmenin bağını katmasına baylanışırsan olsa, o kendine baylanışırsan. Al kimde ağayın düşmenin ortasını üstüne olsa, onda ben o ağayın düşmenin ortasını düzüşüm benim ortamda üzülüyorum. Fakat bana soğukta tuz aydı ya aslında. İkinci mesele o sırada doğuştan ekleyen ağay kumalarımızın tanık katmasını kanalında o sırada sunduğumuz. Üçüncü, o sırada o sıradadan beraber tanıştırmak. Onda vatandaş suyuyla. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediğini görmene gideceğim, size görmene gideceğim. Bir canlı verip diye mesele yok böyle. Ülkeler Peygamber sallallahu la yadkhulul cennete men la ya'mana jaruhu ve validatahu. Körşü olanına odan tanıştık tapmayan adam değişken girmeydi. Körşülerinde cabir vermiş adam değişken girmeydi. O size doğrusu birlikte ben kurtarabilirim koşunuz. Bana yerinde namaza kendime bu cennete birbirimizi koşunuz. Zolda da birbirimizi candan koşunuz. Yani aslında adam senin cabirle belirtlik olsa onda sen değişike girmeyeceksin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde geldi ondan. Osman İslam kalmaları otamda жақсы көру деген не десең ғана мен жақсы көрдім деген емес. Бірінші дұға жасау, екінші сөйлеген ағайын туыстарымыз болсын жақсы батыс келісті қарым-қатынасты жақсарту. Үшіншісі көрші ағайын тумаларына жабыр беру, азар беру. Өйткені Пeygamber sallallahu aleyhi ve sellem кімде-кім көршісінің азар беретін болса, жабыр беретін болса, тілімен ба, ісімен ба, қылығымен ба, онда ол пейішке кіреді. Төртінші, сол жерде бір өмір сүріп жатқан адамдардың бәрінде мынада жақсы көру дейсіз. Пeygamber sallallahu aleyhi ve sellem la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Өзіне жақсы көргенде өзгеге жақсы көрмейінше ол момын болса болмайды. Өзіңе не жақсы көресің? Өзіңе тыныштық жақсы көресің. Өзіңнің ісіңнің жүргенін жақсы көресің, сауданың болғанын жақсы көресің. Bir жаққа кетсең, оның үйіңнің амандығын жақсы көресің. Демек сен де өзгеге жаман. Өзгенің саған жаман пікірде болуын жақсы пікірде болуын жақсы көресің. Онда сен де жақсы пікірде болу үшін сен де олардың жайында жақсы. Яғни көршіге бір екі өмір сүріп жатқан адамның барлығына да жақсы мәміле береді. Өйткені Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem деген хадисінде ألا من ظلم معاملا أو انتقص أو كلمه فوق طاعته. Kimde-kim bir koyda, kimde-kim birovga atiyi so'ldirsa bo'lsa, немесе bir narsasini ta'qib qilgan bo'lsa, немесе istay olmaydigan, shamasi kelmaydigan narsalarda avroq narsaga жұмсаса, жүктесе, أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه, немесе қаламаған нәрсесін алып қоятын болса, فأنا أجلده يوم القيامة. Kıyametте men
ол адамның адвокат боламын деді, қорғаушысы. Біз пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламның шапағатына үміт етіп жүрген уақытта қияметке барған уақытта біреуге жәбір көрсеткен мекенді қайта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның қарсы жағында оқымасын. Ол үшін пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламның айтқанындай жүруіміз керек. Оны жақсы көргенде жақсы көруіміз керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның шынайы үмбеті болуға талпынуға. Әйтпесе, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам не деді? Сен мың деді пайғамбарды жақсы көрем дегенменен біреуге зұлымдық жасайтын болса, немесе нәрсесін алып қоятын болса, немесе оған шамасы келмейтін нәрсені жүктейтін болса, немесе ол қаламаған нәрсесін алып қоятын болса, онда қияметте пайғамбар саллаллаху шапағатшы емес, керісінше қарсы жақ. Былай болады. Міне отан жайлы бір қанша хадистерді, бір қанша пайғамбар саллаллаху алейхи өсиеттерін исламның ғалымы ислам ғалымдары келді. Ең бастысы осы Алланың берген елдің қадірін. Осы ең пендеге қадір. Пендеге не міндет? Пендеге бірінші міндет Аллаға иман келтіру. Оның бұйырған амалдарын орындау. Сен иман келтіргеннен кейін бұйырған амалдарды орындау үшін бірінші не керек бізге? Ол тыныштық керек. Егер үрейленіп намаз оқитын болсаң, ойың әрдайым құдайдың болмай құдай болсын. Қай жақтан келіп атып кетеді деп тұрасың. Немесе жарақат алып қалсаң, құлшылығың бола ма болмай ма ол да құдай болсын. Сондықтан осы елде өмір сүреміз ба? Осы жерде тіршілік жасаймыз ба? Осы жерде құлшылық жасаймыз ба? Осы елдің амандығын тілеу, осы елге жақсы тілектер, дұғалар жасау. Және осы елде өмір сүріп жатқандардың бәрін өзіміздің бауырымыздай жақсы көру, ол біздің міндет. Ең жаман нәрсе дүниедегі ол фитна. Құранда айтады ғой, уәл-фитнату ашадду минал қатл. Фитна әтке салу, ол адам өлтіруден де жаман. Кейбір ғалымдар бұл жерде қатылдан мақсат күфір дейді. Өйткені бір адам өлтірсе, бір күнәлі olur. Ал бұл жерде қатылдан мақсат күфір деп отыр. Бір адамды күфірлікке итермелесең, бетінен бездіретін болса, соның бүкіл жасаған күнәсі бар сенің мойныңда. Екінші бір айтады, акбару минал қатл. Қалай болғанда да бұл өмірде әпкеден аулақ болып жүру, ол біздің міндет. Біз пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламның шынайы үмбеті боламыз десек, осындай нәрселерде сақ болып, пайғамбар жасаған нәрсені жақсы көріп, пайғамбар жасаған істі жасайтын болса саллаллаху алейхи ва саллам, онда біз жәннатта пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламның алдында шарт боламыз. Әйтпесе керісінше болатын болса, елімізге қуат берсін. Түрлі фитналардан, ақыр заман фитналардан сақтасын. Фитна деген демекші, намаз оқиын, Абу Ханифа мазхабы бойынша жүрейік, Абу Ханифа мазхабы бойынша шариғат. Оның барлығы фитна болмау үшін, бірге намаз оқу үшін. Омар разияллаху анху айтты ғой, бәрі бірге жасалса, ол бедатул хасана, жақсы жаңалық болып саналады. Ол бүгіндегі әзірге бірге оқиық, бірге түсінейік деген мақсат Малайзияға біздің елдеріміз барып келген ғой, достарымыз, нелеріміз. Сонда ол жақтарда да фитна бар екен. Бізден әмин деп айта беретін, қолды көтере беретін, жастарға түсіндірамай өлді, ол жерде керісінше. Ол ел Шафи мазхабына исламның қабылдаған, ол саудагерлердің ол соғыстан қабылдаған, саудагерлердің қабылдаған. Ол жақта Шафи мазхабы бойынша қол көтереді, сонда бауырын осында қойып тұрады, қатыға сөйлескен әмин деп отыр. Ол жақтың жастары керісінше әмин деп айта алмай, қолын кіртінасына қойып алып шашылып отыр. İmamlar жылайды, бұл оқыма Шафи мазхабын оқыған, бұл айтқан керісінше.
Biz болсақ қараймыз, бұл елде мысалы Шәкім Асқармен біргелікті болсын деген мақсат. Ол кімді кім ажыратып тұрады? Екі түсінбейтін екі адам қосып қалса, құда қол көтере біледі, маған кете білсе түсіндіріп өту өте қиын ғой бәрі. Бірге көметін болса, намазымызды Құдай қабылдады. Қашан? Жүрегімізде фитна мәселе болмаса, жүрегімізде тәкаппарлық болмаса, жүрегімізде исламға деген махаббат болса, жүрегімізде Аллаға деген махаббат болса, жүрегімізде пайғамбарымыз саллаллаху деген махаббат болса, жүрегімізге ислам діні өркендесін деген ниет болса ғана. Әйтпесе қалай оқысам, олай оқысам, онда Алла жасаған құлшылығымызды беріп жатқан қайыр салағанымызды ешқашан қабылдамайды. Түрлі ақыр заман фитналардан, жамандықтардан сақтасын, еліміз аман етсін.